Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге даму мед. Бүгін біз қол топографиясы тақырыбында талдау жүргізетін боламыз. Ең әуелі түсінікті болу үшін қолдың аймақтарына тоқталып өтсек. Мінекей мына суреттен біз қолдың 9 аймағын көреміз. Дельта тәрізді аймақ, бұғана асты аймағы, оған қарама-қарсы жауырын асты аймағы, қолтық асты аймағы, иық аймағы, шынтақ аймағы, білек аймағы, білезік аймағы және қол бас аймағы. Енді мысалы, мына жерде дельта тәрізді аймақтың өзі дельта тәрізді бұлшықетке сәйкес келеді деп айтамыз. Және оны алдыңғы бұған асты аймағына немесе бұл аймақты кеуде топографиясын өткен кезде сіздер айтқан болатынсыздар, кеуденің алдыңғы жоғарғы аймағы деп. Мінекей осы аймақтан бөліп тұратын шекарасы сулькус дельтаида пекторалис болып табылады. Ал артқы жағынан болса, жауырын аймағынан бөліп тұратын ол сулькус дельтаидиус постериор деп аталады. Енді білек аймағына, мінекей білек және иық аймақтарына мән беретін болсақ, мінекей мына суретте де жақсы көрсетілген. Бұл аймақтардың өзін екіге бөліп қарастыруға болады. Мінекей фронталь жастықты алдыңғы аймағы, артқы, яғни иықтың алдыңғы артқы аймағы, білектің алдыңғы артқы аймағы деп. Және мына суретте сіздер мысалы көріп тұрсыздар, мінекей бізде подмышечная ямка, қолтық асты несін шұңқырын, мінекей локтевая ямка, шынтақ шұңқырын, олардың тоже топографиясын біз әр аймақты өткенде қарастыратын боламыз. Әр аймаққа жеке тоқталатын болсақ, мінекей мына суретте біз бұғана асты аймағын көріп тұрмыз. Бұғана асты аймағының өзінің шекарасы бар, мінекей жоғарыдан бізде бұғана сүйегі шектеп жатады, мінекей жоғарыдан төменнен болса үшінші қабырғалыққа сәйкес келетін көлденең сызық, медиалды төс сүйегінің сыртқы шеті, латеральды дельта тәрізді бұлшықеттің алдыңғы шеті. Мінекей бұл бізде бұғана асты аймағының шекарасы болып табылады. Енді бұл аймақтың өзі бірнеше қабаттардан тұрады. Мінекей ең бірінші тері қабаты, қазір суретте жақсы көрсетілген. Тері қабаты, бұл қабат жұқа болып келеді, складкаға алынбайды. Одан кейінгі террасты шелмай қабаты. Бұл қабаттағы ерекшелік террасты шелмай қабатында бұғана үсті жүйкелер өтеді. Ол бұғанадан төмен орналасқан және бұл жүйке мойын өрімінен басталады. Енді келесі қабаты бізде бетке фация. Бетке фация жоғарыда платизмаға футляр құрайды. Яғни платизма деген сіздер білесіздер, мойынның ең бірінші бетке жатқан бұлшық еті осы бұлшық етке футляр құрап орналасады. Және дальше ол кеуденің өз фациясын жалғасып кетеді. Енді төменнен болса, 2 мен 3 қабырғалықтың деңгейінде әйел адамдарда сүт безінің ілгіш байламдарын, Купер байламын құрап тұрады. Оны кеуде топографиясын өткен кезде айтқан болатынбыз. Яғни сүт безін іліп тұратын байламдар бар деп, осы бетке фациядан түзілетін. Енді келесі қабат ол бізде меншікті фация, мінекей. Меншікті фация немесе оны грудная фация дейді, көк түспен белгіленіп тұр. Бұл фацияның негізгі екі жапырақша түзеді, мінекей бетке жапырақша және терең жапырақша. Осы екі жапырақша өзара қосылады да тұйық болып, мінекей кеуденің үлкен бұлшық етіне футляр құрап жатады. Мінекей мына суретте көріп тұрмыз. Және олардың арасында бізде мынандай кеңістіктер бар. Ол кеңістіктер негізінен іріңдік процестердің жайылатын орны болып табылады. Енді бұл фацияның өзі жоғарыда бұғана асты бұлшық етінің фациясына немесе екінші мойын фациясына бекітіледі, ал төменде кеуде бұлшық етінің сыртқы жиегіне ұласып, іштің меншікті фациясына жалғасып кетеді екен. Бізде меншікті фацияның өзі бізде мінекей төмен қарай іштің меншікті фациясына жалғасып кетеді. Енді бұл фацияның өзі бізде орналасу аймағына байланысты атау өзгереді. Бізде бұған асты аймағы болса, ол латеральды білемізде, мына жақта қолтық аймағы орналасқан. Осы аймаққа өткен фацияның бөлігін фация акселярис дейміз. Мінекей фация дельта тәрізді аймаққа өтсе, фация дельтаидия дейміз. Және ары қарай бізде иық аймағына өткен фацияны фация брахи деп атаймыз. Яғни бір меншікті фацияның өзі жаңағы орналасу орнына байланысты аты өзгеріп отырады екен. Енді келесі бізде қабат ол мінекей субпекторальды кеңістік, бетке субпекторальды кеңістік. Енді бұл кеңістік негізінен үлкен кеуде бұлшық еті және кіші кеуде бұлшық еті мен бұғана асты бұлшық еттерінің қоршайтын фациялардың арасында жататын кеңістік. Мінекей мына суреттен тағы да қарайық. Алдыңғы жағында немен шектеліп жатыр? Жаңа айтып өткен меншікті фацияның терең жапырақшасымен шектесіп жатыр. Ал артқы жағынан бізде
мінекей мынау бұғана бұлшықеті, мынау кіші кеуде бұлшықеті. Осы екі бұлшықетті қаптайтын фацияны біз бұғана кеуде фациясы деп атаймыз. Мінекей осы бұғана кеуде фациясы артқы жағынан шектеп тұрады екен. Олардың арасында бізде мінекей субпекторальды кеңістік орналасқан. Осы бетке субпекторальды кеңістіктен не нәрсе өтеді десек, бұл жерден ең әуелі вена цефалика өтеді. Вена цефалика жоғарыда бізде бұғанасты венасына барып құйылады. Сонымен қатар бұл жерден артерия торако-акромиалис өтеді. Бұл артерия негізінен жаңағы рамус пекторалис дейтін бұлшықетке, яғни кеуделік бұлшықетке баратын тармағы, рамус дельтоидиус дельта тәрізді бұлшықетке баратын өзінің тармақтарын береді екен. Келесі жүйке, яғни нервус пекторалис медиа, это латералис деген жүйкелер өтеді екен. Мінекей біз бетке субпекторальды кеңістіктен не нәрсе өтетіндігін түсіндік. Енді келесі қабаттарға тоқталайық. Вот мына жерде шекарасыз ретінде бұғана кеуде фациясын айттық, оның арасында бұлшықеттерді айттық. Енді бұл жерде мына бұғана кеуде фациясын айтқан кезде тағы да қайталап өтейік, ол кіші кеуде бұлшықеті мен бұғанасты бұлшықетін футляр түзейді. Жоғарыда ол бұғана сүйегінен және иық сүйегінің құстұмсық тәрізді өсіндісінен басталады бұл фация, ал медиалды болса кіші кеуде бұлшықетінің басында болады. Ал төменгі және сыртынан фация мускулус пекторалис майорға барып бекет, яғни үлкен кеуде бұлшықетіне барып фация мінекей төменнен бекініп тұрады екен. Енді бұғана жанында бізде фация тығыздалады. Фация бұғананың жанында тығыздалады. Мұнда себебі бұғанасты венасы іргелес жатады. Және сонымен қатар кіші кеуде бұлшықетінің төменгі жиегінен төмен сыртқа қарай қолтық аймағына бізде меншікті фациямен бірігіп, бұл жерден лигаментум суспензорум аксиле түзетін екен. Кіші кеуде бұлшықетінің бізде фациясы бар, осы төменнен сыртқа қолтық аймағына меншікті фациямен бірігеді. Мінекей, мына жер ғой. Меншікті фациясымен бірігетте ол лигаментум суспензорум аксилені құрайды, оны жерди байламы дейміз. Бұл байламды білу маңызды, себебі бұл байлам меншікті фацияны жоғарыға тартып тұрады біріншіден, мінекей жоғарыға тартып тұрады, және соның нәтижесінде қолтық асты аймағында шұңқыр тәрізді көрініс болады. Оны сіздер адам анатомиясынан жақсы білесіздер. Енді келесі осы бұлшықеттердің фациядан кейінгі орналасатын тағы да бір кеңістік бар, ол терең субпекторальды кеңістік деп аталады. Келесі субпекторальды кеңістіктен тамыр, жүйке талшықтары және бізде артериялар өтеді. Терең субпекторальды кеңістіктен тоже әрі қарай өтетін, ол терең субпекторальды кеңістіктен кейін меншікті кеуделік фация торатика, ол алдыңғы тіршелі бұлшықеттерді және қабырға аралықтарды жауып жатады. Бізде әрі қарай қабырға аралық кетеді, сіздер оны кеуде топографиясын өткенде толық айтқан болатынсыздар. Енді бұл жерде ең маңызды нәрсе тамыр жүйке шоғырының проекциясы болып табылады осы бұғанасты аймағында. Яғни мына жерде мән беретін болсақ, мінекей мына суретке өте мән беріп қарасаңыздар, бұл жерден біз мінекей бұғана сүйегін көріп тұрмыз. Осы бұғана сүйегінің ортаңғыш темір бөлігінен, мінекей ортаңғыш темір бөлігінің медиалды жағынан, яғни ішке қараған жағынан төмен, мінекей төмен сыртқа қарай дельта тәрізді кеуде қуысының төменгі және ортаңғыш темір бөлігінде арасындағы шекараға дейін дейді. Яғни бұл жерде жаңа айтып өткен мінекей дельта тәрізді бұлшықет пен үлкен кеуде бұлшықетінің арасында жататын сулькус бар, сулькус дельтоида пекторалис дейміз. Осы сулькус дельтоида пекторалистің бойымен және бұғана сүйегінің ортаңғыш темір бөлігіне медиалды басталып, сулькус пекторалистің бойынан жаңа ортаңғыш темір бөлігіне дейін жететін бізде жүйке тамыр шоғыры бар. Бұны біз бұғана кеуде үшбұрышында орналасқан жүйке тамыр шоғыры дейміз. Оны жаттап алу үшін мына жерде ваплекс деп жазып қойған, яғни вена бірінші, одан кейін артерия, одан кейін иық өрім өтеді. Және сулькус дельтоида пекторалистің бойымен сонымен қатар вена цефалика проекцияланады. Біз оны айтқан болатынбыз, субпекторальды кеңістікті айтқан кезде. Енді әрі қарай тригонум дельтоида пекторалиске қарай бағытталады да вена аксиляриске келіп құяды. Оның проекциясы жалпы вена аксиляристің өте маңызды болады, сонымен қатар ол медиалды бөлікті алып жатады. Енді мына жерде вена аксилярис және артерия аксиляристің өзіне тоқталатын болсақ, мінекей мына суретке мән беріп қарасаңыздар, подмышечная вена, яғни вена аксиляристі көріп тұрмыз. Одан кейін артерия аксилярис орналасқан. Одан кейін жүйке шоғыры орналасқан, яғни ваплекс деп жаттап алсаңыздар болады, вена артерия жүйке. Енді
Бұл жерде қолтық асты венасын айтатын болсақ, вена аксиллярис ол бұғана кеуде фасцияның дәл ортасында орналасқан. Мінекей, бұғана кеуде фасцияның дәл ортасында, және кіші кеуде бұлшықеттің жоғарғы жиегінің астынан шығып, қиғаш бағытта төменнен жоғарыға бұғана ортасының медиалды 2,5 см қашықтықта орналасқан нүктеге дейін барады. Яғни, мінекей, фасция, жаңағы айтып өткен фасциямыз бар ғой, бұғана кеуде фасциясы. Осы фасцияның дәл ортасында жатыр. Мінекей, бізде вена цефаликамыздың суреттен де көріп тұрмыз, ол әрі қарай қайда барады десеңіздер, бұл жаңағы кіші кеуде бұлшықеттің жоғарғы жиегімен, мінекей, мына жерде көріп тұрмыз. Кіші кеуде бұлшықеті, мына жерде үлкен кеуде бұлшықеті көрсетілген, оның астында кіші кеуде бұлшықеті жатыр. Осының жоғарғы жиегінен қиғаш, төмен жоғарыға бағыты бұғана ортасынан, мінекей, бұғана ортасынан 2,5 см қашықтықта орналасқан нүктеге дейін барады. Осы жерде бізде вена цефалика орналасқан. Келесі өте маңызды ақпарат артерия аксиллярис, яғни қолтық артериясы. Енді осы видеода қазір мен артерияның толық жаңағы топографиясын, қандай үшбұрыштардан өте тармақтарын бәрін айтып өтем. Мұқият есте сақтап алсаңыздар. Мінекей, бізде артерия аксиллярис ол артерия субклявия, яғни бұғана асты артериясынан тікелей жалғасы болып табылады екен. Оның өзі қолға қарай біз артерия брахиалис болып, иық артериясы болып жалғасып кетеді, яғни аты өзгеріп кетеді. Енді артерия аксилляристің өзі өз кезегінде топографиясының орналасуына байланысты үш үшбұрышқа сәйкес келеді, тригономға сәйкес келеді. Яғни ол қолтық шұңқырының алдыңғы қабырғасындағы үш үшбұрышты айтамыз. Қазір оны түсіну үшін мына суретке мән беріп қарайтын болсақ, мінекей, мына суретке қарасақ, біз екінші номермен тұрған кіші кеуде бұлшықетін көреміз. Осы кіші кеуде бұлшықетінің жоғарғы жиегімен бұғананың арасында жатқан үшбұрышты тригоном клави пекторали деп атаймыз. Бұғана кеуде үшбұрышы, мінекей, бірінші номермен көрсетілген. Бұл жерден қолтық артериясының бірінші тармақтары өтеді екен. Ал екінші кіші кеуде бұлшықетінің өзіне сәйкес келетін үшбұрыш, біз оны тригоном пекторали, кеуделік үшбұрыш дейміз. Ал үшінші номермен ол кіші кеуде бұлшықетінің төменгі жиегінен латералды жатқан үшбұрыш, ол бізде тригоном субпекторали деп аталады, кеуде асты үшбұрышы. Одан өтетін тармақтарды айтамыз. Мына жерде бізде суретпен де көрсетіп қойыпты, цифрамен 1, 2, 3 деп. Бұл бізде жаңа айтып өткен үшбұрыштарға сәйкес келеді. Ең бірінші бұғана кеуде үшбұрышынан өтетін тармақтар артерия торатика супериор, мінекей, көріп тұрсыздар, яғни жоғарғы кеуде артериясы. Ол бұғана сүйекті, бұғана сүйегі, енді оны қиып алып тастаған, жалпы бұғана сүйекті білесіздер, соның астынан, мінекей, төмен медиалды бағыт алады, өзінің тармақтарын береді. Бірімен екінші қабырға аралыққа қанмен қамтамасыз етеді, алдыңғы тісті бұлшықетке және үлкен кіші кеуде бұлшықетіне плюс сүт безіне. Мінекей, артерия торатика супериор бізде сүт безімен кеуденің үлкен кіші бұлшықеті, алдыңғы тісті және екі қабырғалық бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз етеді екен. Енді келесі бізде мінекей кеуде акромион артериясы болып табылады, екінші бөлімнен кетіп тұрған. Артерия торакоакромиалис, өзінің 4 тармағын береді. Ең бірінші тармағы рамус клавикулярис деп аталады. Жоғарыға қарай, бұғанаға қарай бағытталып тұр. Рамус клавикулярис көріп тұрсыздар. Бұл бізде бұғана асты бұлшықетінің қанмен қамтамасыз ететін тармағы. Ал екінші тармағы акромион өсіндісіне қарай бағытталып тұр. Рамус акромиалис. Бұл жерде өте маңызды, себебі осы рамус акромиалисті, яғни иықтың жаңағы буының қанмен қамтамасыз ететін тек қана торакоакромиалис қана емес, сонымен қатар тағы да бір артерия бар. Ол бұғана асты артериясынан келетін жаңағы трункус тироцервикалистің тармағы рамус супраскапулярис деп аталады. Осы рамус супраскапулярис пен рамус акромиалис бізде өзара бірігіп анастомоз құрайды, және ол акромион торын құрап, рети акромиали деп тұр ғой, осыны құрайды да иық буынын қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Келесі екінші бөлімнен тарайтын тармақ артерия торатика латералис деп аталады. Ең ұзын артерияны көріп тұрса, екінші бөлімнен шығып тұрған артерия торатика латералис. Бұл артерия төмен қарай бағытталады да, кіші кеуде бұлшықетінің артында алдыңғы тісті бұлшықеттің сыртынан өтіп,
енді соларды өз жағында қанмен қамтамасыз етіп кетеді. Плюс сүт безінің латеральды тармақтарын береді екен, яғни сүт безін қанмен қамтамасыз етуге қатысады, рамус мамилярис латералисті береді. Енді ол тоже өз кезегінде анастомоз құрайды, яғни рамус пекторалис пен ол жаңа айтып өткен рамус пекторалис тофакокромиалистің тармағы осымен анастомоз құрайды. Және сүт безіне баратын жаңағы естеріңізде болса, кеудешілік артерияны айтқан болатынбыз, сүт безін тесіп өтетін тармақтар береді деп. Сол тармақтармен және артерия интеркосталиспен өзара анастомоз құрайды екен. Артерия торатика латералистің өзі. Енді келесі үшінші бөлімнің тармақтары, яғни үшінші бөлім кеуде асты үшбұрышына сәйкес келетін ең бірінші жауырын асты артериясы, артерия супраскапулярис деп аталатын үшінші бөлімнен шығып тұрған. Бұл жаңа жауырын артериясының өзі екі тармақ береді үлкен. Ол жауырынның айналма артериясы, артерия циркумфлекса скапули деп аталады. Ол мускулус субскапулярис, мускулус латиссимус дорси, терес майер дейтін жауырын асты және арқаның аса жалпақ бұлшық еттерін қанмен қамтамасыз етуге қатысатын жауырынның айналма артериясы. Ал екінші тармағы кеуде арқа артериясы деп аталады, артерия торакодорзалис. Торакодорзалис. Бұлар бізде неден кетіп тұр? Артерия субскапуляристен кетіп тұрған тармақтар. Енді артерия торакодорзалистің өзі жаңағы субскапуляристі, тоже жаңағы латиссимус дорсиді, терес майерді қанмен қамтамасыз етеді және анастомоз құрайды. Не нәрсемен? Бұған асты артериясының қалқанша мойын сабауына жаңағы терес цервикалистен кететін артерия трансверса коли бар, соның рамус профундус деген тармағы бар. Сонымен бірге анастомоз құрап қатысады екен. Енді келесі бір артерия бізде артерия циркумфлекса хумери деп аталады, тоқпан жіліктің айналма артериясы, алдыңғы тоқпан жіліктің айналма артериясы кетіп тұрған екінші артерия, яғни үшінші жаңа кеуде асты үшбұрышының. Бұл артерия тоқпан жіліктің алдымен жүріп төмпешік аралық желге тұсында екі тармаққа бөледі. Біреу иықтың екі басты бұлшық етін, оның ішінде жаңағы сіз білесіздер, екі басты бұлшық етін ұзын басы бар, қысқа басы бар, ұзын басының сіңірімен жүреді, иық буына еніп тоқпан жіліктің басына бағытталған бізде артерия болып табылады. Ал екіншісі артерия циркумфлекса хумери постериор бар, яғни ол бізде артқы жақтан келетін, сонымен бірге анастомоз құрайды. Артерия циркумфлекса антериор хумериді, тоқпан жіліктің басына баратын. Енді тоқпан жіліктің артқы артериясы, артерия циркумфлекса хумери постериор, ол бізде тоқпан жіліктің хирургиялық мойнын айналып, иық буынын қанмен қамтамасыз етеді, плюс қортық жүйкесімен бірге дельта тәрізді бұлшық еттің жаңағы терең бетіне еніп кетеді. Енді олар анастомоз құрайды, яғни иық торын құрауға қатысатын мына жерде бізде иық торын белдеуінің торын құрауға қатысатын бірнеше артерия бар. Ол қандай артерия? Артерия циркумфлекса хумери антериор, алдыңғы тоқпан жіліктің айналма артериясы. Артерия циркумфлекса хумери постериор, нәтижені көріп тұрмыз, артқы жағынан келеді, яғни тоқпан жіліктің хирургиялық мойын айналып. Одан кейін артерия циркумфлекса скапули дейтін, циркумфлекса скапули бізде неден шығатын артерия, торакодорзалистен шығатын. Келесі артерия супраскапулярис. Супраскапулярис, ол бұған асты артериясының тоже тармағы болып табылады. Одан кейін артерия торакодорзалис. Торакодорзалис. Осы артерия, яғни бесеу болды ма, бес артерия бізде иық белдеуінің торы, жаңағы рети акромиалины құрауға қатысады деп айтамыз. Иық буыны осының торын құрап, иық буынын қанмен қамтамасыз етеді. Тағы да қайталап өтейік. Қандай артерия? Артерия циркумфлекса хумери антериор, артерия циркумфлекса хумери постериор, циркумфлекса скапули, циркумфлекса скапули, артерия супраскапулярис. Супраскапулярис на жерде көрсетіпті. Супраскапулярис, бұған асты артериясынан тронкус cervicalis кетіп тұрған тармақ, артерия супраскапулярис және артерия торакодорзалис. Торакодорзалис. Осылар өзара бірігетте бізде иық буынын қанмен қамтамасыз ететін торды құрауға қатысады екен.
Жалпы мінекей бізде жаңағы қолтық асты артериясы туралы негізгі мәліметтер осы. Үшбұрыштардан қандай тармақтарды білу және иық торының, яғни иық буынын қанмен қамтамасыз ететін артерияларды білу өте маңызды болып табылады. Келесі аймақ жауырын асты аймағы деп аталады. Оның шекарасын біз кеуде топографиясында айтқан болатынбыз. Мінекей тағы да қайталап өтейік. Жоғарғы жағынан 7-ші мойын омыртқасының қылқанды өсіндісімен мінекей мына жерде акромион өсіндісін қосатын көлденең сызық. Төменгі шекарасы жауырын ұшынан жүргізілетін сызық. Ал мінекей медиалды шекарасы линия паравертебралис болып табылады, немесе жауырынның жаңа ішкі бетіне сәйкес келеді дейміз. Ал латеральды шекарасы болса, акромион өсіндісімен төменгі жаңағы шекараға дейін жүргізілетін тік сызық, немесе бұл жерде біз жаңа видеоның басында айтып өткенде сулькус дельтоидус постерор, яғни дельта тәрізді бұлшықтардың артқы жүлгесі бар, және мына жерде линия аксиллярис постерор бар, яғни осылар бізде латеральды жағынан шектеп тұрады екен аймақты. Енді бұл жерде өте маңызды нәрсе, мінекей жауырын сүйегін сіздер білесіздер, мінекей жауырын сүйегі, осы жауырын сүйегінің қылқанды өсіндісі бар, мінекей мынау қылқанды өсіндісі. Осы қылқанды өсіндісі жауырын аймағын екі бөлікке бөліп тастайды екен, қылқан үсті, қылқан асты болып. Енді ол неліктен олай бөледі? Себебі ол жерде өтетін бұлшықет артерияның ерекшеліктеріне байланысты. Мінекей мына жерде қылқан үсті кеңістіктің құрамына бізде мускулус супраспинатум кіреді, яғни қылқан үсті бұлшықеті, және супраскапулярис артериясы, венасы жүйкесі өтеді. Ал қылқан асты кеңістіктің құрамына керісінше мускулус инфраспинатум, яғни қылқан асты бұлшықет, және мускулус серис минор жатады. Сонымен қатар супраскапуляристің жалғасы осы бөлімде жатады. Енді бұл жерде ескере кетейік, мына супраскапуляристің артерия вена жүйкесі ең алдымен қылқан үстінің бұлшықеттерінің арасына жатады, содан кейін барып қылқан асты кеңістікке өтеді. Мінекей артерия супраскапуляристі көріп тұрмыз, мінекей. Енді осы жерде ең бірінші қабаттарын айтып өтейік, түсінікті болу үшін. Бірінші тері қабаты, ол қалың, қозғалғыш емес болып келеді. Бұл жерде енді ерекшеліктер май бездерінің болуы, май бездерінің бітеліп қалуын фурункулюс дейміз. Ол жерде кисталар болса атеромалар деп атаймыз. Осындай бізде қабыну процестері болуы мүмкін. Одан кейін келесі терраса шелмай қабаты бір қабатты тығыз болып келеді. Бұл жерде жіңішке терраса жүйкелері өтеді. Бұл жүйкелер қолтық асты мен бұған асты жүйкелерінің тармақтары болып табылады. Келесі бетке фасция. Бетке фасциядан кейінгі меншікті фасция. Меншікті фасцияның өзі бетке жаңа жапырақшасы болады. Ол жапырақшалар бетке жатқан мускулус трапезиум трапеция тәрізді бұлшықетті, мускулус синтоидус дельта тәрізді бұлшықетті, және мускулус латисимус дорси, яғни арқан жалпақ бұлшықетін бізде сыртынан қаптап футляр түзіп жатады. Енді бұл жерде ескере кететін бұл бұлшықеттер жауырынды толығымен жаппайды. Енді келесі меншікті фасцияның терең жапырақшасы. Ол бізде терең жатқан жаңағы мускулус супраспинатум, терис минор, инфраспинатум соларға фасция түзуге қатысады, яғни ол қылқан үсті қылқан асты аймағына өтуіне байланысты фасция супраспината, фасция инфраспината деп аты өзгереді. Және бұл фасциялар, яғни қылқан асты қылқан үсті фасциялар өзара бірігеді, сүйекті фиброзды ложаны құруға қатысады. Костно фиброзды ложа дейміз. Мінекей ложа деп отырғанымыз бұл бұлшықет артерия жүйкелердің жататын өтетін жері, соны еске сақтап алсақ. Келесі қабаты жауырын сүйектің өзі. Одан кейін жауырын асты кеңістік орналасқан жауырын сүйектен кейін бұл жауырын асты фасциясымен және жауырын сүйегінің ішкі бетімен шектеліп жатқан кеңістік болып табылады. Оның құрамында жауырын асты бұлшықеттері жатады екен. Енді бұл кеңістік немен байланысады десек, ол дельта тәрізді аймақтың кеңістігімен байланысады. Иық буынының капсуласы және жауырын фасциясының буын капсуласының бекітілген жері арқылы байланысады екен. Мінекей бізде иық буыны, осының капсуласы болады. Сіздер білесіздер, каждый буынның капсуласы болады. Осы капсуланың бекітілген жері арқылы дельта тәрізді аймаққа байланысып кетеді. Одан кейін келесі артқы жауырын алды жасушалық кеңістік, яғни клетчаткалық кеңістіктер. Бұл кеңістік жауырын асты фасциясымен мускулус серратор антериордың, яғни алдыңғы шелі бұлшықеттің фасциясымен шектелген кеңістік болып табылады. Оның құрамында тамыр, жүйке, шоғыр өтеді, яғни жауырын асты артериясы, венасы және жүйкесі. Ол байланысуы мүмкін қолтық асты шұңқырымен. Енді мінекей жалпы жауырын аймағында екі тамыр, жүйке, шоғыры бар екен. Ол артерия вена нерв және супраскапулярис қылқан үсті қылқан асты аймақтарда орналасатын. Одан кейін артерия вена трансверса коли рамус десценденс тарзалия скапули дейтін жаңағы тамыр, жүйке, шоғыры өтеді.
ана жерде иық белдеуінің жаңағы иық буынын құрайтын торы көрсетілген. Біз оны жаңа ғана видеода айтып өттік, қандай артериялар бірігіп бізде анастомоз құрайтындығын. Енді мына жақта көрші аймақтармен байланысуы. Көрші аймақтармен қалай байланысады? Олар бізде тесіктер бар, үш жақтаулы тесік дейтін. Мінекей мына жерде жазылған трехсторонное отверстие, үш жақтаулы тесік, төменнен үлкен кеуде бұлшық етімен, жоғарыдан кіші кеуде бұлшық етінен, латеральды үш басты бұлшық еттің үлкен басының сіңірімен шектеліп жатады. Оның құрамында циркумфлексия скапули қолтық асты аймағына өтеді. Қазір осы тесіктердің бәрімен келесі аймақтарды айтқан кезде суреттен көрсететін боламын, сол кезде более түсінікті болады деген ойдамын. Так, мына жерде осы үш жақтаулы тесік арқылы қолтық асты шұңқырына өтеткен. Одан кейін қылқан асты шеміршектердің жолымен дельта тәрізді аймаққа өтеді дедік, жаңа айттық. Одан кейін жауырын асты шұғырының жолымен мойынның латеральды үш бұрышының клетчаткасына өтеді екен. Мінекей осы көрші аймақтарымен байланысын тоже дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Бұл өте маңызды ақпарат болып табылады, яғни қабыну процестері қай аймаққа жайылатындығы туралы. Достар, енді жалпы қол топографиясы бойынша лекция туралы қысқаша айтып өтсем, бұл лекциядан сіздер қолдың қанмен қамтамасыз етілуі туралы базалық білімді, және мына жақтан біз мінекей қандай артериялық торы қандай неден құралатындығын көресіздер, және иық белдеуін, қол аймағын қандай бұлшық еттер құрайды. Егер ұмытып қалған болсаңыздар, қайталап көріп алсаңыздар болады. Және ең бастысы мінекей топографиясы бойынша аймақтардың әрқайсының құрылысы, қабаттары, қанмен қамтамасыз етілулері толығымен жазылған. Лекцияны алу үшін төменде ссылка қалдырып кетемін, дамуметтің, және бұл жерде ескере кететін нәрсе, лекция ақылы форматта жүреді. Бүгінгі лекция аяқталды. Енді келесі аймақтар екінші бөлім ретінде шығатын болады. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.